must модальді етістіктердің барлық ережелеріне сәйкес қолданылады. Мысалға, бұл жерде біз must'тан кейін ешқандай да to'сыз, яғни to қолданылмайды. Жаңа have to дәлелдей қолданылмайды. Мен оған телефон соғым керек болатын болса, I must phone her. Бір мысал келтіріп кетейін. I must. Яғни бұл жерде де to'сіз, to көмекші етістігінсіз бізде қарапайым инфинитив қолданылады. Phone деген бұл жерде қоңырау шалу деген мағынаны білдіреді. Одан кейін мұғалімді тыңдау керек. You must listen to your teacher. Сен өзіңнің мұғалім тыңдауын керек. Одан кейін he есімдіктері бар сөйлемдерде де шалғауын ешқандай да бір өзгертудің, оған белгілі бір окончаниялардың қосуының ешқандай да керегі жоқ. Мысалға, Алиса шынымен де дөрекі, ол өз тілін қадағалау керек. Alice is being really rude. She must watch her language. Ол міндетті қалай айтсақ болады? Она обязана деген сөзді білдіреміз. Ол жоғарылау үшін көбірек тұрысы керек. He must try harder to get promotion. Яғни ол жұмысында бір жоғары деңгейге өскісі келеді, бірақ та ол үшін ол міндетті оны жасау үшін. Ал болымсыз сөйлемдерде must соңынан кейін not қосамыз. Мысалға, сыныптастарыңды қорлауға болмайды. Бұл жерде you must not bully your classmates. Ал осы форманы толтыру керек пе? Жалпы қарасаңыздар, қазақ тіліне аударылған кезде үнемі бірдей мағынада аударылады деп айтсақ болады. Must I fill in this form? Мысалға, бірақ та ағылшын тілінде оның мағынасы екі түрлі. Енді must модаль етістігін сөйлемдерде қалай дұрыс құруға болатынын сіздерге жаңағыдай тамаша осындай сөзбен көрсетіп кетейін. Мысалға, бұл жерде ұсыныс түрі мақұлдауыш сөйлем, яғни бұл жерде болымды дегенді білдіреді, алдында айтып кеткенімдей. Мысалға, бұл жерде мен қазір кетуім керек дейді. Бұл жерде біз I must go now. Ол полиция шақыру керек. He must call the police. Ал болымсыз сөйлемде ешкімге айтпау керек. You must not. Ал білесіздер ме, must not ол жаңағыдай қысқартылған түрінде mustn't деген апостроф деп аталады, бірге жүреді. Ал мына жерде жай ғана must болып жүреді. Одан кейін мына жерде must мысалға бірдеңе болып тұрады, мысалға ай тұрса болады, содан жалғасады да осылай кетеді. Жалпы бұл жерде must модальді етістігі past simple'да да, future simple'да да ешқандай да қолданылмайды. Оның орнына have to қолданылады. Мысалға, менің бастығымның кеңесін тыңдауым керек. Біз бұл жерде не деп жазамыз? I must listen деп жазамыз. I must listen. Бұл жерде біз дәл қазіргі шақты қалай белгілесек болады? Дәл қазіргі шақты дөңгелекпен белгілейік, дәл қазіргі нүкте деген секілді. Мен сонда жұмыс істегенде бастығымның кеңесін тыңдауым керек еді деп өткен кезде айтатын болсақ, I had to listen my boss advice when I working there. Яғни бұл жерде I had to болады. Көрдіңіздер ме? I had to оны бүйтіп қояйық, өткен шақты айтқан кезде төменге түсу, өткен шақты айтық. Ал мен сонда жұмыс істеймін десем, бастығымның кеңесін тыңдауым керек. I will have to listen to my boss advice if I want to work there. Яғни, бұл жерде I will. Көрдіңіздер ме? Яғни have to ол түрлі шақтар бойынша өзгереді. Ал must тек қана дәл қазіргі шақты айтады. Will, have to деп ары қарай жалғаса береді. Сабақ қалай болып жатыр, жалпы ұнап жатыр деген ойдамын. Енді біздің көптен күткен must және де have to'дың арасындағы айырмашылықты бекіту формасына да келдік. Жалпы болымды сөйлемдерде бұл модальді етістіктердің бірнеше функциялар бар, және де олар өте бір-бірімен ұқсас. Бірақ та соған қарамастан олардың өздерінің қолданысындағы ерекшеліктері бар. Енді қанекей екеуінің бір-бірінен не арқылы ажыратылатындығын бірге қарастырайық.
Біріншісі міндет және де мәжбүрлеу. Біз must модальді етістігін қолдану арқылы бұл жердегі айтып отырған адам өзінің бір оны жасау қажеттігіне міндетті екенін ол білдіргісі келіп отыр. Яғни ол адам оның дұрыс екендігін және де қажет екендігіне сенімді. Мысалға, мен есепті аптаның соңына дейін аяқтауым керек. Я, ол түсініп отыр. Оның маңызды екенін, оның қажет екенін, және де оның дұрыс екенін. I must finish the report by the end of the week. Әйтпесе, белгіленген мерзімге жетпеймін. Яғни шешім өз сенімі бойынша өз бетінше қабылданған. Міне бірінші айырмашылығы. Ал одан кейінгі екінші мәселені жалғастыратын болсақ, бұл have to көбінесе ол бір басқа сыртқы белгілі бір жағдайлар бізді бір нәрсеге мәжбүр еткен кезде қолданылады. Мысалға, есепті аптаның соңына дейін бітіруім керек. Ол мына жерде қатты мағынасы біліп тұрған жоқ, бірақ та I have to finish the report by the end of the week дейтін болсақ, онда ол нені білдіріп тұр? Олай етпесем бастығым қатты ашуланады. Бастығының қатты ашулануы оны есепті аптаның соңына дейін бітіруіне мәжбүрлеп тұр. Яғни, олай етпесе бастығы шынымен де ашуланады. Шешім сыртқы факторлардың әсерінен қабылданды. Енді осы have to мен must'ың бір-бірінің арасындағы айырмашылықты көрсететін тағы да екі мысалды қарастырайық. Мысалға, people must stop using plastic bags. Адамдар пластик пакеттерді пайдалануды тоқтату керек. Себебі сатып алудың экологиялық таза да басқа нұсқалары бар. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, біз must қолданып отырмыз. Бірінші жағдайда must қолданылып отыр. Себебі ол түсініп тұр. Ал егер де басқа да келесі мысалды қарастыратын болсақ, I hope that some law will made soon and the people will have to stop using plastic bags. Жақында қандай да бір заң қабылданып, адамдар полиэтилен пакеттерін пайдалануды тоқтатуға мәжбүр болады деп сенемін, себебі олар қоршаған ортаға өте зиянды. Мысалға, бірінші мысалда спикердің жеке пікірін атап көрсетеді. Яғни ол әркім пластикалық пакеттерді пайдалануды тоқтатуы керек екеніне сенімді, және оның қажетті екеніне толығымен сенімді. Ал екінші мысал сыртқы факторлардың жағдайға қалай әсер ететінін көрсетеді. Яғни белгілі бір заң оларды мәжбүрлейді, ал негізі олар өздері полиэтилен пакеттерін пайдалануды тоқтатқылары келмейді. Тек қана олар заңның арқасында жүрген адамдар деп айтсақ болады. Мінекей, мына жерден өздеріңіз ағылшын тіліндегі нұсқасын көріп алсаңыздар болады. Ал енді екінші айырмашылығына келейік. Екінші айырмашылығында қандай бар? Бұл кеңес және де ұсыныс. Бұл жерде must та және де have to да екеуінде бір нәрсеге адамды кеңес жасау үшін қолдануға болады. Бірақ та білесіздер ме, бұл жерде must әлде қайда бір мықтырақ, күштірек етістік. Оның көмегімен біз белгілі бір шынайы, бір андай нық, өте мықты, сондай бір өте күші бар, сондай шұғыл ұсыныстарды бере аламыз. Ал have to кішкене жұмсағырақ етістік, және де ол бір керемет табандылық, сен міндеттісің деген орысқа секілді ешқандай дәйекті білдірмейді. Бірақ та әрине бұл жерде көбінесе сіздің интонацияңызға және де контекстке байланысты болады. Бірақ та жалпы ережесі осындай. Осыны біліп алсаңыз, көп нәрсе шатасудың сіздің алдын алады. Мысалға, бірінші мысалда сіз шынымен тез тамақтануды тоқтатуыңыз керек дейді. Бұл жерде you really must stop eating fast food. Тебе действительно стоит перестать есть fast food. Көрдіңіздер ме? Сен тоқтатуың керек дейді. Ал екіншісінде мына макаронды жеп көру керек. Бұл өте дәмді. You have to try this pasta. It is so delicious. Бұл сен пастаны көріп тұрсың, жаңа ғана аударып өттік. Яғни бұл жерде сіз кеңестер мен ұсыныстар бергенде сіз паста қолдана аласыз. Яғни бұл
сондай шұғыл өте қатты ұсыныс шұғыл қажет болған жағдайда. Мысалы, балалы болған кезде үлкен көлік міндетті болып табылады. When you have children, a big car is a must. Ол міндетті түрде ол ешқандай талқыланбайды. Ал одан кейін, егер сіз жақсы жалақы алатын жұмысқа ие болғыңыз келсе, ағылшын тілі міндетті болып табылады. Яғни біз белгілі бір адамға ұсыныс беріп жатырмыз. English is a must if you want to have a well-paid job. Енді одан кейін бізде белгілі бір must-пен бірге қолданылатын өзінің тұрақты сөз тіркестері бар. Мысалы, бірінші жағдайында мұны қарап өтсеңіздер, a must do. Ол бір нәрсені жасауы керек, істеу керек нәрсе. Ол міндетті түрде істелу керек нәрсе. Ал a must have ол әрбір адамда болу қажет нәрсе. Ол әркімде міндетті түрде болу керек. Көрдіңіздер ой, a must have, жалпы have деген ол болу керек нәрсе, біз алатын нәрсеміз, do деген жасау, онда must do ол жасау керек нәрсе, a must see ол бір нәрсені толығымен көру керек нәрсе. Мысалға, біз бұл сапар үшін Букингем сарайына бару міндетті болып табылады. Visiting a Buckingham Palace is a must do for this trip. Бұл яғни зат есім түрінде қолданылады. Зат есім көбінесе. Өтініш барлығын жазып алсаңыздар. Одан кейінгісі бізде кішкентай қара көйлек әрбір қыздың қолында болуы керек. A little bag dress is a must have for every girl. Әрбір адамда ол болуы қажет. Ал одан кейінгі Джеймс Камеронның бұл жаңа фильм міндетті түрде көруі қажет. This new James Cameron's film is a must see. Ол сондай бір немесе зат есім емес, тіпті көбінесе сын есімнің де рөлін ойнай алады. Жалпы контекстке байланысты бұл жерде қазақ тілі мен орыс тілінің аудармасында екі түрлі айырмашылық пайда болады. Одан кейін мен бұл жерде тағы да айтатыным, біз белгілі бір ұсыныстар берген кезде, белгілі бір рекомендациялар берген кезде, сонымен қатар біз шутты да қолдана аламыз. Бірақ та, яғни ол саған орысша айтқанда тебе следует сделать так, тебе следует сделать не так деген секілді. Бұл жерде should, must және де have to-дың айырмашылығы, бұл жерде should деген ол өте мықты жалпы етістік, бірақ та ол жал кішкене жұмсағырақ рекомендация, ұсынысты білдіреді. Еңі аз күшті етістік, бірақ та ол жұмсақ ұсынысты білдіреді. Түсінікті ғой, мысалға, сіз рұқсат сұрауыңыз керек. You must ask for permission дейтін болсақ, бұл жерде біз must-ты қолданып тұрмыз. Сен міндетті түрде сұрауың керек, сенде басқа ешқандай да жалпы басқа таңдау жоқ сенде осыдан басқа. Ал одан кейінгісі, мысалға, тағы да бар, you should ask for permission болса, тебе следует попросить разрешение. Это совсем не обязательно, но лучше сделать. Яғни бұл міндетті емес, бірақ та негізі жасасаң дұрыс болады. Түсінікті ғой, Енді біз үшіншісіне келетін болсақ, бұл жерде айтпақшы, мында бірден түсініп мынандай ой келіп тұр қазір осы. Бізде осындай ұсыныстар болған кезде must-та бұл сізде ұсыныс болған кезде сізде таңдау жоқ. Ал should-та таңдау бар. Ал have to-да бұл кішкене азырақ күш. Түсінікті ғой, мысалға, бұл жерде көрсетіп кетіп едім ғой. Қазір неке, мында қараңыздар, have to жұмсақ етістік, және де ол табандылық екенін білдірмейді. Яғни, you have to try this pasta. Сен осы пастаны міндетті түрде пастаны дәмін көріп көруің керек дейді. Бірақ біз міндетті түрде дей береміз. Бірақ та бұл жерде негізі кішкене жұмсақ реңкте де сен оны былай
қолданбасаң да негізі ол жақсы. Ол сен егер де оны пастан дәм көрмесең, мен саған ұрсамын, мен саған жаң шығарамын деген секілді мағынаны білдірмейді.